Bala, sen niye keşe kep ketti deydi? Ya keşe mınау ауыл аймақтың барлығын аралап өзіңізді іздеп жүрмін. Бәсе, үйге де кеп кетіпсің. Иә. Не бақ қалды? Не? Жоқ, ештеңе жоқ. Құдай сақтасын, тыныш қой. Мына енді ауылдың биі ақсақалы деп туралығын айтатын төресі ғой деп өзіңізден келіп бір нәрсе сұрасам ба деп ем да. Дұрыс, сұра. Мынау енді үйленсем ба деймін. Ай, сен үйленбегенсің ба? Үйленіп қойған ғой. Енді? Екіншісін алсам ба деймін да, екінші. Ой, айналай, ниетіңе жет. Ай, ауылда бірінші бастап атқан өзіңсің бе? Рахмет. Ой, саған батыр атағын беру керек. Айналай. Ай, бұл ұрпақ қамы. Бұл қазақтың қамын ойлау. Сол ғой, бұл ұрпақ көбейту. Азбыз біз қазір. Көбеюіміз керек. Өсіп өнуіміз керек. Айналайын. Дұрыс, ниетіңе жет айналайын. Рахмет ақса. Оны біреулер бір моды қуалап, моды үшін алады. Ол үшін емес, сауап үшін алу керек. Сауап үшін алу керек. Ай, көп қара бізді қазақта отырған қыз көп, жесір әйелдер көп, жетім бала көп. Соның бәріне қамқорлық жасау керек. Сол қамқорлық жасау. Дұрыс мені, ниетіңе жет айналайын. Бұл енді соны атам заманнан келетқан, атам қазақтың Алланың әмірімен орындап келетқан дүниесі еді негізі бұл. Арадан ау өкімет, совет өкімет кетті, үзді ғой бұны. Сөйтіп қазақтың көбеюі тоқтап қалды ғой. Иә. Батыр бабаларың баяғы ақын ғұлама қауымдан бәрі төрт-төртеден рұқсатымен алған, Алланың рұқсатымен. Соны ойланамын да ақсақал. Сол баяғыдан төрт қатынды алған батыр бабаларымыз төрт қатынды қалай бір үйге сыйдырып былай ұстап отқан деймін да. Мақтылық қой, ә? Жоқ, мақтылықтан емес, ол имандылықтан. Иманнан бар мықты болады адам. Міне, атаң қазақ айтады. Құдайдан қорыққан зор болады, қатыннан қорыққан қор болады дейді. Жүрміз ғана қатынымыздан қорқып асамай. Қойың, кіші ақсақал. Иә. Әйтпесе дүние тауып жатыр қазақтың жігіттері. Жетеді бұлай. Әр облыста бір үй бар. Әр облыста бір машина сайлап қойған. Дұрыс айтасың. Аэропорттан түседі де машинасына мініп, түседі де анаған машинасына мініп, ана үйіне барып, мына үйіне барып жүр. Бір қатынға байланып жүр. Сол дүниенің бәрі бір қатынға жетпей жатыр. Қазақтың санын көбейту керек бізге. Дұрыс айтасың. Санымен қоса сапасын көбейту керек. Сондықтан тек Құдайдан қорқу керек. Ата бабаларымыз тек Құдайдан қорыққан. Құдайдан қорыққандықтан бүкіл әлемді қорқытып қойған. Аяғымызға келіп ip қойған Алла тағала. Міне менің достойный құлым келе жатыр. Қорқыңдар дейді. Сол кезде бүкіл ел қорқып отырады, алдында иіліп отырады. Батыр бабаларымыз. Достойный демеген шығар енді. Достойный демесе де баяғының жігіттері 3D болған. 3D сол кезде болған ба? 3D формат сол кезде болған. Сендер енді айтып жүрсіңдер ғой? Иә. Ол сол кезде атам заманнан бар ол. Міне, ол не? 3D деген қазақшасы. Білмеймін ғой. 3D. Дұрыс па? Соның біріншісі діні мықты болған. Міне, екіншісі денсаулығы мықты болған. Үшіншісі дүниесі түгел болған. Міне, сол кезде барып алған. Солай дейміз. Сондықтан ол біреу алып жатыр екен, мен де алла салам деген болмайды ол. 3D формат болмай, тоқалға жолама. Мақұл онда ақсақал. Ойлан енді. Ойланып, мен де барып ана форматын дұрыстайын. Қандай формат? Жаңа айттыңыз ғой 3D формат. 3D формат. Өзім айтып, өзім ұмытып отырмын. Сол 3D форматын дұрыстайын, одан кейін бір тағы да ақыл сұрармын. Бәрекелді. Жақсы ақсақал. Жақсы. Аман болыңыз. Ниетіңе жет. Рахмет ақсақал. Сен сияқты жігіттер көп болсын. Айналайын.